Армысыздар, құрметті оқырмандар. Сіздермен Айған Зұлпиева. Бүгін 10 сыныпқа арналған жаратылыстану математикалық бағыттағы химия 1 тоқсан БЖБ1 жауаптары атом құрылысы бөлімі бойынша тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бізде ең бірінші тапсырма ұғымның атауы мен физикалық мәні арасындағы сәйкестікті көрсетіңіз деген. Бұл жерде А бізде 3 болады, В 2 болады. Яғни нуклон деген ядроның құрамына кіретін бөлшектер. Одан кейін В нуклид атомдардың түрлері болып саналады. Сәйкестендіріп міндетті түрде жазып алсаңыздар болады. YouTube арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жазсаңыздар болады. Немесе қандай да бір сұрақтарыңыз болған жағдайда комментарий бөліміне қалдырсаңыздар міндетті түрде оқитын боламын. Енді бізде келесі екінші тапсырма болып саналады. Екінші тапсырмада бізде есеп берілген. Табиғатта магнийдің 3 изотопы кездеседі. Яғни магний 24, магний 25, магний 26. Осы элементтердің бізде пайыздары берілген. Енді магний атомының орташа салыстырмалы атомдық массасын есептеңіз дейді. Енді бізде пайыздар берілген. Ол пайызды біз 0,797 деп жазып аламыз. 0,098, 0,105% деп жазып аламыз да. Және сол магнийдің номеріне көбейтеміз. Изотопына 24-ке, 25-ке, 26-ға көбейтіп аламыз. Яғни 24-ті 0,797-ге көбейтіп, қосамыз 25-ті 0,098-ге көбейтеміз. Оған қосамыз 26-ны 0,105-ке көбейтеміз. Нәтижесінде 24,308. Бұл жерде В вариантына сәйкес келіп тұр. Келесі осы екінші тапсырманың басы. Төменде берілген кестені толтырыңыз деген. Яғни магнийдің 3 түрі 3 изотопы берілген. Осы протон, нейтрон, электрон сандарын анықтау қажет екенбіз. Енді бұл жерде плюс 2 деп тұр біріншісінде. Осыған да қатты мән берсек болады. Біріншісінде негізіне магнийдің барлығында да изотоптың саны басқа болғанмен протон сандары бірдей болады. 12 протон болады. Одан кейін нейтронға келетін, нейтроннан бұрын электронды анықтайтын болсақ, 10 электрон болады магнийда. Себебі 2 плюс деп тұр біріншісінде. Сондықтан 12-ден 2-ге кемейді деген сөз 10 электрон болады. Магнийдің 26 изотопындағы 12 электрон, магнийдің 25 изотопындағы 12 электрон болып саналады. Ал нейтрондары магний 24 изотопы 12, магнийдің 26-дағы изотопы 14, магнийдің 25-тегі изотопындағы нейтрон саны 13-ке тең. 13 қайдан шықты десеңіздер, 25-тен 12-ні азайтамыз. Сол кезде 13 нейтрон шығады. Енді үшінші тапсырмада бізде біріншісі суретте S орбитал, екіншісінде P орбитал, үшінші суретте D орбиталдың белгілеп салатын боламыз суретмен бірге. Енді төртінші тапсырманың асында бізде В варианты дұрыс келеді. В варианты дұрыс келеді. Жазып белгілеп алсаңыздар болады. Енді бізде келесі төртіншінің Б тапсырмасы. Бұл жерде бізде ванадий берілген. Яғни ванадийдің 2 плюс және 3 плюс жаңағы иондары түрінде берілген 2 атомы. Енді осы 2 ионның біз
жаңағы несін табатын боламыз. Электрондық конфигурациясын табатын боламыз. Ванади 2 плюста бізде 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D3 шығады екен. Ал ванадийдің 3 плюс ионында 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D2 болады. Бұл осы екі ионның электрондық конфигурациясын құрайды екен. Осымен тапсырма орындау жаңағы есептері бітті. Егер видео ұнаған болса, достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар.